Сәлем достар, армысыздар, құрметті тыңдармандарым. Арнама қош келдіңіздер. Жаңа әңгіме тыңдауға дайынсыздар ма? Әңгіме ұнап жатса, пікір қалдырып, лайк баса кетсеңіздер. Терезеден түскен күн сәулесінен оянып кеткен Айбол одан әрі ұйықтай алмай оянып кетті. Жуынып, шайынып, сыртқа шыққанда сағат әлі 6 еді. Подъезден шығып ауладағы орындықтардың біріне отырды. Құстардың сайраған дауыстары, таңғы самал жел, мүлгіген тыныштықта біраз отырып бойы сергіп қалды. Тұрып жатқан 2 бөлмелі пәтері кейбір кездері кеудесін қысып, осы күндері өзіне тар болып жүрген сияқты. Ары жүресің 5 қадам, бері жүресің 5 қадам, аяқ астында шұбатылған балалары өз тар бөлмен одан сайын тарылтып тастағандай. Сәуле екеуі 3 баласымен қалаға көшіп келгендеріне 5-6 жыл болып қалса да, мына тар пәтерге әлі үйрене алмай жүрген сияқты. Кейбір кездері тастап кеткен ауылдағы әкесінің жаман ескі үйін сағынатыны бар. Ескі үй болса да ауласы кең, бөлмелері көп, айналасы жеміс ағаш, шарбағы, өмірі жабылмайтын жаман үйін тастап кеткен еді. Тастағанда да сол тастайын деп тастады дейсің бе? Ауыл жастарының барлығы қалаға кеткен. Ауылдың жартысы көшіп кеткен. Сатсаң өтпейтін үйлер толып жатыр. Амалдың жоқтығынан есігін қара құлыппен жауып кете берген. Қалаға көшіп келіп пәтерлетіп әлі жүр. Осылай ойланып отырғанына біраз уақыт болса керек, адамдардың жүрісі көбейе бастады. Көліктерінде дауысы күшейіп, бағанағы тыныштықтың мәнісі кеткен соң пәтеріне қайта көтерілді. Ішке кірсе бала-шаға әлі ұйықтап жатыр екен. Ас бөлмеден шыққан Сәуле, шайың дайын, жұмысқа барасың ба деді. Қарбалысқа толы тағы бір күннің басталғанын белгісі. Таңғы асын ішіп, жұмысына асықты. Кешке қайтар жолда мектепте бірге оқыған дос хабарласты. Дауыс әрең шығып, Айбол, маған келе аласың ба деді. Рүстемнің дауысынан секем алып қалған ол. Тыныштық па, не болды деді бірден. Ауруханаға түсіп қалдым, 4 күн болды жатқаныма деген соң бірден барады. Барса Рүстем жалғыз өз бір палатада жатыр екен. Өзін күтіп жатқан ол көзін әрең ашып амандасқандай болды. Мына жатсыңа болайын, не болды? Деді досының жатқанын ұнатпағанын жасырмай. Осылай болатынын білгенмін. Сонда да жүре бердім. Ота жасағандарына бүгін 4-ші күн. Денсаулығыңа неге сонша қарамағансың? Уақытым болмады, өзің білесің ғой. Дәрігерлер не дейді? Ота сәтсіз өтті, нәтиже жоқ. Дайын бол дегендей болды. Өзім де сезіп жатырмын. Күн өткен сайын әлсіреп барамын. Есім барда сені әдейі шақырдым деп үнсіз қалды. Сөйлеуге 3 күш жинағысы келгендей біраз жатты. Кеше әкем келіп кетті. Мен тастап менен бұрын қайда барасың деп еңкілдеп жылағанын көрсетті. Келінің бар, немерелерің бар десем басын шайқай берді. Шолпан әлі жас қой, әкемді тастап кетсе де ештеңе дей алмаймын. Сенбейтін сияқты деп тағы үнсіз қалды. Өзің білесің, әкем 3 рет үйленген. Алғашқы 2 әйелінде өзі тастап кеткен. Бірінші әйелінен 2 бала, екінші әйелінен 1 бала. Олар Шолпанға күн көрсетпейтін сияқты. Қуып жіберіп, әкемізге өзіміз қараймыз деуі де мүмкін. Сонда сен кімді қайғырып отырсың, әкеңді ме, Шолпанды ма? Екеуінде. Әкемді көбірек қайғырамын, далаға тастап кетеді ме деп. Шолпан төркініне барса да өлмейді, баламды өлтірмейді. Әкем далада қалуы мүмкін деп күрсінді. Менің әкеме басы көз болшы, саған тапсырамын деп ұзақ уақыт үнсіз жатып қалды. Үйіне қайтқан Айбол досына қатты жан ашыды. Мына өмірде не көрді? Әлі жап-жас, 30-дардың ішінде. Бір шетінен әкесіне жын ұстады. Адам сыйлайтын адам емес. Сонда да әкем деп уайымдап отыр. Осы тұста бала кездері мектепте жүрген күндер есіне түсті. Әкесі Қайыржан жас күндерінде сотқар, өз айтқанмен жүретін, көп ішетін болған екен. 2 әйелін де өзі тастап кеткен. Орта жасқа келгенде Рүстемнің анасына үйленіп, оған да көрсетпеген жоқ. Байғұс әйел жастай қайтыс болған. Төркіндері өлген Рүстемнен көріп біраз сүйрелегенде, бірақ ештеңе дәлелдей алмаған. Рүстемді өздеріне алмақшы болғанда да ала алмады. Ол кезде Рүстемнің жасы небәрі 12-де еді. Енді міне қарап тұрсаң, баласында жасына жетпей жалмап тұр. Осындай адамға қалай бас көз боласың? Ана әйелдердің
балалары түтіп жесін. Кезінде тастап кеткен сауап. Қартайғанда баладан пана таппағанда кім кінәлі деп біраз ашуға беріліп кетті. Үйге келген соң Сәулеге әңгімесін айтып берді. Сен бірақ қанша ашулансаң да досыңа сөз бердің. Басқаға емес, саған табыстады ғой, деді Сәуле де біраз қобалжып. Ондай әкенің барынан жоғы жақсы. Қарамаймын деп қолын бір сілтеді. Байқа, өкініп қалма, кейін кеш болады, деді Сәуле. Ашуына ерік берген Айбол біраз күннен кейін бұл әңгімені ұмытып кетті. Есіне түсіргісі келмеді. Мінездің таппаққарлығы ма, әйтеуір жоқ әлде қаталдығы ма? Рүстемнің әкесіне төк жан ашмады. Қайта досының жас кететініне өкінген еді. 2 апта өткенде Рүстемді үйге шығарады. Досының жағдайын білейін деп Айбол үйіне барады. Есіктен кірген жерде бірінші көргені Рүстемнің әкесі болды. Бұрынғы Қайыржан жоқ, мүлде өзіне ұқсамайтын, бұрынғы еңгезердей денесі шөгіп кеткен, бұйра қою шаштары сереп ақ басқан, 2 иығы бір үсіп қалған 70-тердегі шал отыр еді. Баласының ауырғаны шынымен жанына батқан сияқты. Есіктен кірген Айболға басын сәл көтерді де отыра берді. Жазасын алып отырған баладай бір нүктеден көзін алмайды. Рүстемнің қасында отырған Шолпанның да жағдайы мәз емес. Түнімен жылағаны, ісіп кеткен көзінен көрініп тұр. Айболды көріп орнынан тұрды. Жастығын түзетті де шығып кетті. Досының қасында біраз отырып Айболдың көңілі түсіп кетті. Кетерінде көзімен шығарып салған Рүстем ұзаққа бармады. Досын ақтық сапарға шығарып салғанда Қайыржанның Рүстемнен үлкен балаларын көрді. Әр анадан туғанынан ба, олар әр түрлі еді. Балалардың әкеге деген жылуы жоқ екендер көрініп тұрды. Бейіт басына барғанда Қайыржан көршінің машинесімен барып, қайтарда басқа біреумен келді. Ұлдары әкелеріне жоламай алыстан жүр. Араларында жолдық жоқ. Мүмкін бұл заңдылық шығар. Бала күндерінде әкеден мейірім көре алмаған. Оны енді өзіне қайтып берсін. Олай болса бұл жерде олар неғып жүр? Бауырын тірісінде құрметтемеген қазір керегіне? Жағалап аңдығандары не? 70-тен асқан шал кімге керек? Күндер өтіп жұмыс үй деп жүргенде Айболдың өзінің біраз шаруалар шығып қалды. Істеп жүрген жұмысынан шығып қалды. Жаңа жұмыс деп оның бірнешеуін ауыстырды. Үлкен қызы ауырып, оны қаратып, Сәуле екеуі біраз әбіргерге түсті. Тірнектеп жинаған ақшаларына қала сыртынан жер алып, үйдің құрылысында бастап кетеді. Енді үй салып, жұмыспен үйдің ортасында жүрген түрі. Демалуға уақыт жоқ, қарбаласып жүргенде 2-3 жыл өтіп кетеді. Күздің қара суық күндердің бірінде ұйықтап жатып шошып оянады. Түсінде сол баяғы досы Рүстем кірген еді. Досы бұған бұрындағыдай жайдары қарамай қабағын түйіп алған, бірдеңе айтқысы келетін сияқты, бірақ айтпайды. Үнсіз сағым болып жоқ болып кетеді. Көзін ашқан Айбол әкесі қайда екен деп ойлайды. Досы өзін әдейі шақырып алып, әкесін табыстап еді, не бүлдірдім деп отырған орында жүрегі дүрсілдеп кетті. Таңғы шайын ішпестен жұмысына бармай, Рүстемнің үйіне қарай тартты. Есігін қаққанда іштен мүлдем бөтен адам шықты. Жасы 40-тардан асқан әйел бұл үйді сатып алғандарын, тұрып жатқандарына 2 жыл болғанын айтты. Басы салбырап жұмысына келді. Күн ұзақ көңілі түсіп жүрді. Кешке үйіне келгенде Сәулеге айтты. Шолпанды іздеп табу керек. Не болса да сол біледі деген еді. Іздеп жүріп Шолпанды тауып алады. Шолпан шынымен де Төркін жағында жүр екен. Айболдың әңгімесіне таң қалады. Әкесін саған табыстаған екен ғой. Әкесінің далада қалатын білген ол. Бала күндерінен ақ бәрі анадан жалғыз болған соң 2 ағасы мен әпкесіне барып тұратын. Бауырларым деп өзіне тартқанмен олар Рүстемді жақтырмады. Ең үлкен ағасы мінезі атамнан аумаған. Жас кезінде қандай болса сондай адам. Екінші әйелінен туған баласы онша жолай бермейді. Оны анасы жақындатпайды. Бұл жерде дүниенің барлығын құртқан қызы ғой, деді қабағын түйіп. Көргенде қорлықты содан көрдік деп әңгімесін айтып берді. Алғаш 1-ші жылы қызы Жамал әке деп келіп тұрды. Маған балама өзінше сыйлықтары бар, зыпылдап, 200 адам екен, жиі келіп жүріп, қыстың бір суық күндерінде көз жасы көл болып жылап келді. Күйеуім ұрды, өлтіретін болды деп 3 баласымен бір келді. Бізбен бірге тұрып жатты. Қызы келгенде атам көңілденіп шыға келді. 2-3 айдан кейін күйеуі келіп алып кетті. Арада 5 ай өткенде ұрды, соқты, болды, ажырасам деп бар дүние мүлкімен көшіп келгенде шошып кеттім. Анаңызға неге бармадыңыз деп едім, пәлесіне қалдым.
Әкеме келдім, далаға келген жоқпын. Келсем не бопты деп маған көзін алартып, дауысы шәңк ете қалды. Әкесіне көрсетіп, рөлге кіріп, өкіріп жылады. Атам маған қабағын түйіп, сол күннен бастап мені жақтырмайтын болды. Сөйтсем, бұл Жамалдың қутырқы жоспар екен. Кеуім мұрды, ажырасамын дегенің барлығы өтірік. Сол әкесінің үйін көздеп жүрген ғой. Балалар менің ұлыммен тіресіп қала берді. Сөйтсем, оны да әдейі ұйымдастырады екен ғой. Басында ұлым ата деп атасына қарайтын. Бір күні көңілі қалды. Атасы өзінің немересін қолдамай жылатып тастады. Айналдырған 1-2-3 айдың ішінде екеуміз бір-бірімізге өштесіп жау болып шыға келдік. Маған қолдау көрсетіп, немересін қорғаудың орнына атама не істеген білмеймін. Екеуі жабылып жүріп, мені баламмен үйден қуып шықты. Амалдың жоқтығынан кеттім. Олармен алысып жүретін күшім де жоқ. Мен де кете сала 1-2 аптада күйеу қолдарына кіріп алыпты. Ажырасқан түгі жоқ. Екеуі әмпей-жәмпей әлі бірге тұрып жатыр деді. Атам қызына алданғанын білмей қалды. Қарт адамда қандай қауқары бар дейсің. Жамалдың күйеуі барып тұрған оңбаған атамды келген беттен қолын алыпты. Ақырып-бақырып әйелмен бірге қуып, сабалап жүріп, үйдің құжатын өзіне аударып апты. Көктем шыға салысымен қарттар үйіне өткізіп тастаған. Оған дейін ол кісі бір ауырып тұрған. Өзі де сол үйден кеткенше асыққан шығар. Ана күйеу баласы ауыз құрғатпай шетін деді. Қазір енді ол сол жерде ме енді ол? Иә, барып келгеніме 2-3 ай болды. Мені көргенде кемсеңдеп жылап кешірім сұрайды. Балаларымнан кешірім сұрады. Одан енді не пайда деп күрсінді. Айбол өзін кінәлі сезінгендей болды. Бірақ ол барып аларына түскенде не істер алар еді? Қызымен қалай алысар еді? Өзін осындай ыңғайсыз қалдырған досына да бір ренжіп қалды. Қарттар үйінің мекен жайын алып Қайыржанға келді. Есіктегі кезекші бөлмеге жол көрсетіп тұрып, ол кісі кешеден бері көңілсіз жатып қалған. Сізді таниды ма екен деді. Жаймен есігін ашып бөлмеге кірді. Әбден жүдеп, бір шөкім болып қалған қарт кісінің жас кезіндегі бейнесіне түк қалмаған. Ұйықтап жатқаны белгісіз, көзін жұмып жатыр екен. Бөлмеге адам кірген байқамағанда сияқты. Айбол жаймен кіріп, орындыққа отырғанда ғана көзін ашты. Амандасып болған соң, қай баласың? Деді. Мен Рүстеммен бірге оқыған досымын. Амандығыңызды білейін деп. Бәсе, бүгін түсіме кірген еді, деді басын көтеріп. Қалыңыз қалай? Менен қандай көмек керек? Мені балама апар, бара жатқанымды айтайын деді. Онда сіз кене беріңіз, мен барып кезекшіге ескертіп келейін деп шығып кетеді. Енді екеуі бейіт басында Рүстемге келіп тұр. Әкесі тізерлеп отырып, біраз отырды. Іштей көбірлеп Құран бағыштаған сияқты бір кезде сөйлей бастады. Балам, кешір мені. Анаңа жақсы жар, саған жақсы әке бола алмадым. Енді соның сазайын тартып отырған жайым бар. Кімге ренжейін? Жақында қасыңа барамын деп сөзін аяқтады. Одан кейін де Айбол 1-2 рет қарттар үйіне барып тұрды. Күндердің тағы бір күнінде Рүстем түсіне кірді. Бұл жолы ол ашулы емес, жай ғана жымиып қарағандай болды. Көзін ашқан Айбол бірден оның әкесін ойлады. Екеуі кездескен шығар-ау деп ой келді оған. Қарттар үйіне барып, жерлеу рәсіміне қатысып, досымен де қоштасып қайтты. Өмірінде осы оқиға өзіне де сабақ болып, үйіне қайтты. Кейбір жағдайда адамдардың өздері кінәлі сияқты. Қартайғанда қарттар үйіне түсіп, немесе далада қалғандарына саналы ұрпақ тәрбиелеп, сапалы өмір сүруді нәсіп етсін. Әңгіме ұнаса пікір жазып, лайк басып отырыңыздар. Белсенді болсаңыздар, тағы да әңгіме айтармын.